Сәлеметсіздер ме, шебер ханымдар? Біз бүгін осындай сеткі тақия тоқитын боламыз. Осындай сеткі тақия, осындай жиектерін әшекейлермен әрлеу арқылы этно тақияға келтіріп істеуге болады. Бізге енді қажетті заттар ең бірінші осындай жіп. Менде янард джинс жібі, яғни бұда 45% акрилден 55% хлопықтан құралған. Мен осындай қара түсіне тоқыдым. Одан кейін бізге осындай метр қажет болады. Яғни өлшемін алу үшін бастың. Одан кейін осындай цеп қажет болады. Тақияны, яғни сеткі тақияны мына жерлерін әрлеу үшін осындай әшекейлер қажет болады. Осыларды біріктіруге мынандай колечколар бар. Өзінің арнайы дүкендерде сатады. Әшекейлер сататын жерде. Одан кейін бізге қайшы, маркер, одан кейін ине қажет болады. Және де мен осындай 3-ші номерлі ілмекпен тоқитын боламын. Ал енді біз тоқып бастаймыз. Ең бірінші біз бастың өлшемін алатын боламыз. Ол үшін бізге осындай метр қажет. Енді осылай өздеріңіздің басыңыздың өлшемін есептеп өлшеп алсаңыздар болады. Мен манекенмен есептеп тоқимын. Міне, менде өлшегенде 52, міне осындай 52 сантиметр болды. Осылай өлшеп алдық. Енді мен ақ жіппен тоқитын боламыз. Ілмек тізіп аламыз. Оны қалай істеу керек? Ең бірінші осылай қысқа жіпті қолымызға ұстаймыз. Ұзын жіпті осының үстіне өткіземіз. Осылай ілмегімізді осыларының астына өткізіп, ұзын жіпті шығарып аламыз. Осылай. Өте оңай. Ыңғайларыңызға қалай өздеріңіз алсаңыздар болады. Осылай бір ілмек көтеріп алдық. Осылай. Бұл есептелмейді. Келесі ілмектен бастап есептеледі. Енді біз жаңа 52 сантиметр болды ғой енді. Осы 52 сантиметрге келтіріп жоғары қарай ілмек теретін боламыз. Ол үшін бізде ілмегіміз, бірінші ілмек, 2 ілмек, 3 осылай жоғары қарай көтеріп теріп аламыз. Әрқайсысын осылай. Енді бізде ең бірінші ілмегіміз жұп болу керек, тақ болмау керек. Мысалға 124, 126, 128, яғни 4-ке бөліну керек ілмегіміздің саны. Өйткені біз мынандай сеткі қылып тоқитын боламыз. Осылай төменнен жоғары қарай тоқимыз. Тақияны төменнен жоғары қарай тоқимыз. Сосын біз әрқайсысы сеткі болғандықтан ортасына 3 ілмек тастаймыз, 4-ші ілмегіне тоқып отырамыз. Сондықтан біздің ілмегіміздің саны жұп болу керек. Ал менде жоғары қарай тоқимын сіздерге, сосын айтайын қанша ілмектерім. Міне мен тізіп алдым. Менде 124 ілмек шықты, яғни жұп сан 4-ке бөлінеді. Сосын осына тізіп алғаннан кейін осындай шамалы бостау болып тұру керек. Қатты тартып тастамаңыз. Өткенде жоғары қарай тоқылған кезде бұл шамалы жоғары қарай тартылады. Сол кезде тар болып қалуы мүмкін. Осылай 124 ілмек тоқыдым. Енді бұны 4-ке бөлгенде 31-ге бөлінеді. 31 қатар болып шығады енді сеткіміз. Ал енді біз 124 ілмек теріп алдық. Келесі бірінші ұшы мен екінші ұшын біріктіретін боламыз. Енді осылай оң жағы, теріс жағы. Оң жағын қаратып отырып, қолымызбен осылай екінші ұшына апарамыз. Осылай екінші ұшына апардық. Міне, бірінші ұшы мен екінші ұшын біріктіреміз. Ол үшін ілмектің екінші қабырғасына ілмегімізді өткізіп, осыдан жібімізді шығарып аламыз. Осылай шығарып алдық. Енді келесі жіптен тағы да шығарамыз. Міне осылай бірінші ілмегімізді іліп алдық осылай. Енді жоғары қарай 3 ілмек көтереміз. 1, 2, 3. 3 ілмек көтердік. Тағы да енді 3 ілмек тағы жоғары көтереміз. 1, 2, 3. 3-ден бөлек тағы да 3 көтереміз. Енді біз 1, 2, 3 ілмектен кейін 4-ші ілмекке бір орамда баған тоқитын боламыз. Сеткі қылып тоқимыз, ортасына 3 ілмек тастап отырып. Жібімізді іліп аламыз. Міне 1, 2, 3 ілмек тастап кеттік. Міне 4-ші ілмектің төменгі қабырғасының өткіземіз астынан. Осылай міне үстіңгі бірінші қабырғасына осын арт жағы теріс жағындағы қабырға бар ғой, сол екеуін бірге тоқып кетеміз. Міне осы екеуінен бір өткіземіз.
келесінен бір өткіземіз. Міне осындай бірінші сеткіміз шықты. Келесі 1, 2, 3. 3 ілмек жоғары көтереміз. Келесі 3 ілмек тастап кетеміз. Міне 1, 2, 3. 3 ілмек тастап кеттік. Жібімізді іліп аламыз. Енді 4-ші ілмекке тоқитын боламыз жаңағыдай. Міне төменгі екінші қабырғасынан ілмегімізді өткіземіз да, мына бірінші қабырғамен арт жағындағы қабырғаға қосып отырып тоқимыз. Екеуін қосып отырып. Осылай. Бір орамды баған тоқып отырамыз. 3 ілмек жоғары көтереміз тағы. 1, 2, 3. Міне 2 сеткіміз шықты. Енді мына 3-ші сеткісі. Міне 1, 2, 3. 3 ілмек тастап кеттік. Енді мына 4-ші ілмекке бір орамды баған тоқимыз. Тағы да 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Өте оңай тоқылуы. 1, 2, 3 ілмек тастап кеттік. 4-шісіне бір орамды баған. 1, 2, 3. Міне 4-шісіне бір орамды баған. Міне осылай. 1, 2, 3, 4 сеткі тоқыдық. Енді жоғары қарай 3 ілмек көтереміз. 1, 2, 3. Тағы да сол 3 ілмектен кейін 4-шісін тоқып кетеміз. Осылай айнала тоқитын боламыз. Міне мен тоқып бітірдім. Осылай соңғы жағына келдім. Соңғы 31-ші сеткіні тоқиын деп жатырмын. Мен 124 ілмек көтердім дедім ғой. Оны 4-ке бөлгенде 31 болады. Яғни 31 сеткі шығады. Міне 31-ші сеткіні енді біріктіретін боламыз. 3 ілмек жоғары көтердік. Келесі міне бастапқы 6 ілмек жоғары көтердік қой. Осының енді мына 3-ші ілмегіне біріктіреміз. 1, 2, 3. 3-ші ілмегіне осылай бір қабырғасынан өткізу арқылы осылай асты мен екінші қабырғасы біріктіріп, міне біреуін біріктірдік. Міне тағы да міне 4-ші ілмегінде тағы біріктіреміз қасындағысына. Міне осылай 2 рет біріктірдік, иә. Енді тағы да ілмегімізді ішіне өткіземіз де, осылай жібімізді алып, тағы да осылай біріктіреміз. Сонда мына сеткінің орта жағына келдік. Осылай орта жағына келтіріп аламыз. 2 ілмек біріктіреміз де, тағы да орта сеткінің ішіне тағы бір ілмек біріктіріп аламыз. Енді жоғарғы қарай 6 ілмек көтереміз. Міне 1, 2, 3. Міне 3. Тағы да 3 көтереміз. 1, 2, 3. Яғни ең бірінші бастаған кезде біз осылай 6 ілмек көтеріп кетеміз сеткінің. Яғни бір қабырғасы, мынау екінші қабырғасы осылай кетеді. Енді келесі мына ілмек тұр ғой, мынадан кейінгі міне арка тұр ғой, міне сеткісі. Осы сеткінің ішіне тоқимыз осылай. Ілмегімізді кіргіземізді, бір орамды баған тоқимыз. Осылай сеткілердің ішіне ғана тоқып шығамыз енді. Тағы да 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Келесі сеткіге тоқимыз. Өте оңай тоқылуы. Осылай әр сеткінің ішіне 3 ілмек жоғары көтеріп отыру арқылы бір орамды баған тоқимыз әр сеткінің ішіне. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне осылай шығады сол кезде. Әр қайсының ішіне тоқып отырамыз. Міне мен екінші сеткіні бітірдім тоқып. Міне 3 ілмек жоғары көтердім. Міне мына жердегі алтауына келдік, иә. Жаңа 6 ілмек жоғары көтердік қой. Енді мына жердегі 3-ші ілмекке біріктіреміз. 1, 2, 3. Міне 3-ші ілмекке, 3-ші және 4-ші ілмекке біріктіреміз. Міне 3-ші, енді тағы да міне 4-ші ілмек. Осылай біріктіретін боламыз. Сосын мынау сеткінің өзіне біріктіреміз осылай ілмегімізді өткізіп. Енді жоғары қарай тағы 6 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі аркеге бір орамды баған тағы да міне. Міне, мынаған емес, мынаған келесі аркімізге. Яғни келесі сеткімізге. Тағы да 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Келесі сеткімізге тағы да бір орамды баған. Тағы да 1, 2, 3. 3 ілмек көтердік. Келесі сеткіге тағы да
осылай бір орамды баған тоқитын боламыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу. Келесі сеткіге тағы да бір орамды баған. Осылай айнала тоқып шығатын боламыз. 6 ілмекке келем дегенше. Болмаса өздеріңізге мына жер ұмытып қалатын болсаңыздар, маркерді белгілеп алсаңыздар болады. Мына 6 ілмектің тұсына осылай маркерді белгілеп алыңыз. Мынау бастапқысы деп. Осылай белгілеп тоқсаңыздар болады. Былайда білініп тұрады өзі. Қай жерден тоқтайтыны керек екен. Осылай маркермен белгілеп алыңыз. Міне үшінші сеткіні бітірдік. Міне маркер тұрған жер. Енді осының үшіншісіне біріктіреміз. 1, 2, 3. Үшінші ілмекке біріктіреміз. Келесі төртінші ілмекке біріктіреміз. Келесі мына сеткінің өзіне былай ішімізді алып біріктіреміз. Жоғары қарай 6 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркерді аламыз енді. Енді осылай алдық. Енді келесі сеткіге бір орамды баған тоқимыз. Міне. Бір орамды баған. 1, 2, 3. Үш ілмек жоғары көтердік. Келесі сеткіге де бір орамды баған. Осылай айналып тоқып шығатын боламыз. Маркерді 6 ілмек жоғары көтерген жерге белгілейміз. Яғни бастаған жеріміз, яғни аяқтайтын жеріміз. Енді біз осылай ешқандай өзгеріссіз айналып тоқып шығамыз. Осындай өздеріңізге көлемі биіктігіне қарай, өздеріңіз бастарыңыздың көлеміне қарай оны тоқып аласыз, яғни жоғары қарай. Осындай өзгеріссіз жоғары қарай тоқып аласыз. Мен 16 сантиметр биіктікте тоқыдым. Менікі 16 сантиметр болды. Осындай биіктікте 16 сантиметр болды. 16 болды. Енді бұның 13 сантиметрін дым өзгеріссіз осындай сеткі тоқисыз жоғары қарай. 13 сантиметр сеткі тоқисыз жоғары қарай. Ал қалған 3 сантиметрін біз қысқартамыз. Яғни 3 сантиметр қалу керек. 13 сантиметр өзгеріс осылай сеткі тоқисыз да, 3 сантиметрде қысқартылады. Сол кезде қосқанда бәрі 16 сантиметр болады. Бітірдім мен. Менде 13 сантиметр болды. 13 сантиметр болды. Енді төбесін тоқитын боламыз. Аны біріктіреміз. 1, 2, 3. Жерге біріктіріп алайық. Төртіншісіне тағы біріктіреміз. Мына сеткінің өзіне біріктіретін боламыз. Енді жоғары қарай 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Енді төбесін тоқитын боламыз. Қысқартамыз енді. Ол үшін мынау бір орамды бағанның біреу деп есептеледі. Екінші бір орамды баған тоқимыз. Міне. Мынау біреу, енді мына сеткінің ішіне екінші бір орамды баған. Енді келесі сеткіге үшінші бір орамды баған. Осылай тоқыдық. Енді төртінші, бесінші екі сеткіні біз қысқартамыз. Ол үшін жібімізді орап аламыз. Осылай ілмегіміз 3 жіп тұр. Осының екеуінен бір өткізіп аламыз. Енді келесі тағы да іліп аламыз. Тағы келесі бесінші сеткіге ілмегімізді кіргізіп, осылай мына екі ілмекті бірге өткіземіз. Сонда ілмегімізде үшеуі қалды. Осы үшеуін бірге қосамыз. Сонда екі сеткіні қысқарттық біз. Төртінші және бесінші сеткіні. Келесі үш бір орамды баған тоқимыз. Алтыншы, жетіншіге. Міне. Біреу, екі, және тағы үш сеткіге бір орамды баған тоқыдық. Келесіде қысқартамыз енді. Екі сеткіні қысқартамыз осы екеуін. Жібімізді іліп аламыз. Бірінші сеткіден өткіземіз. Осы екеуінен бір өткіземіз. Келесі жібімізді іліп аламыз. Тағы да екінші сеткіге өткіземіз осылай. Мына екі ілмекті былай бір өткізіп аламыз. Сонымен ілмегімізде 3 жіп тұр, 3 ілмек тұр. Осы 3 ілмекті бірге өткіземіз. Осылай қысқартатын боламыз. Тағы да 3 бір орамды баған. Не? Біреу, келесі сеткіге
міне екеу, үшеу. Міне үшеуін бір орамды баған тоқыдық. Енді бір сеткіні осылай үшеуін алдық. Мына екеуінен бір өткіземіз. Келесі сеткіден тағы да сол. Мына екеуінен бір өткіземіз. Жібімізде 3 ілмек қалды. 3 ілмекті бірге өткіземіз. Осылай соңына дейін қысқартатын боламыз. Соңына келдік. Мына жердегі сеткіден бір орамды баған біреуін тоқыдық. Келесі мынау 3 ілмек жоғары көтерген жеріміз. Осы жерге біріктіретін боламыз. 1, 2, 3 ілмектен кейін осылай 3-ші ілмекке ілмегімізді өткізіп, осылай біріктіреміз. Енді келесі екінші қысқарту 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Мынау бір ілмек, бір орамды баған біреу деп есептеледі. Енді екінші бір орамды баған тоқимыз. Міне келесі сеткіге. Міне екінші бір орамды баған. Енді екі бір орамды бағаннан кейін қысқартамыз. Біз ол үшін жерге маркерімізді белгілеп аламыз, шатаспау үшін. Жібімізді іліп аламыз, енді қысқартамыз. Міне келесі мына сеткіге кіргіздік. Осы екеуінен бір өткіземіз. Тағы да жібімізді іліп аламыз. Мына екеуі қала береді. Келесі сеткіден тағы да осылай жібімізді шығарып аламыз. Міне мына екеуінен бір өткіземіз. Енді соңында осы үшеуін біріктіреміз. Осылай қысқартамыз. Келесі тағы да екі бір орамды баған. Міне біреу, міне екеу. Екі бір орамды баған. Келесі қысқарту. Жібімізді іліп аламыз. Міне мына сеткіден өткіземіз. Осы екі жіптен бір өткізіп аламыз. Мына жерде өзі көрініп тұрады бағаны қысқартқан жеріміз. Іліп аламыз жібіміз. Келесі жағынан тағы да жібімізді шығарып аламыз да осы екеуінен бір өткіземіз. Осылай үш жіпті бірге біріктіреміз. Осылай екінші қысқарту. Енді тағы да бір орамды бағаннан екеу тоқимыз. Міне біреу, міне екеу. Енді тағы қысқартамыз. Міне екеуінен бір өткіздік. Келесінен тағы да міне екеуінен бір өткіздік. Мына үшеуін біріктіреміз. Осылай мына маркерге дейін тоқитын боламыз соңына дейін. Екі бір орамды бағаннан кейін қысқартып отырамыз. Соңына келдік. Міне бір орамды бағаннан біреу тоқыдым. Екеуін қысқартқаннан кейін енді мына жерден біріктіреміз. Мына жерде 3 ілмек бар ғой. 1, 2, 3. Осы үшінші ілмекке біріктіретін боламыз. Міне осылай біріктірдік. Енді үшінші қысқарту. 3 ілмек жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Міне 3 ілмек жоғары көтердік. Енді бірден қысқартамыз. Мынау бір орамды бағаннан біреу деп есептеледі. Жібімізді іліп аламыз. Міне бірінші сеткіден өткіздік. Жартылай тоқып аламыз. Келесі іліп аламыз. Екінші сеткіден өткіземіз. Жартылай тоқып аламыз. Міне жібімізде ілмегімізде 3 жіп қалды. 3 ілмек қалды. Осы үшеуін біріктіреміз. Мына жерді маркерлеп аламыз. Бастаған жеріміз. Келесі бір орамды бағаннан біреу тоқимыз. Іліп аламыз жібімізді. Міне біреу тоқыдық. Келесі қысқартамыз. Мына екеуінен бір тоқимыз. Келесі тағы да ілмектен. Мына екеуінен бір тоқимыз. Енді үшеуін бірге тоқимыз. Тағы бір орамды бағаннан біреу тоқимыз. Келесіде. Енді келесін қысқартамыз. Біреуін тоқыдық. Келесі ілмекке тағы да. Осылай енді 3 ілмекті біріктіреміз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Бір орамды баған біреу, одан кейін қысқарту. Біз соңына келдік, тоқып бітірдік. Енді мына жерге біріктіретін боламыз. 3-ші ілмекке. Мына 1, 2, 3, 3-ші ілмекке біріктіреміз да. Енді келесіні төбелеріндегі ілмектер тұр ғой. Міне тұр, осылардың бәріне ілмегімізді өткізіп аламыз. Яғни ол үшін бірінші осылай істейміз. Әр ілмекке осылай жібімізді өткізіп аламыз.
тоқымаймыз осылай. Төбесіндегі ілмектерге осылай жұмысты өткізіп аламыз. Бізге 2 ілмек қажет болады. Екіншісін осылай өткіземіз. Міне айнала өткізіп бітірдім мен. Енді біз осыны жіп тұр ғой. Жіпті кеңдеу қылып аламыз да осылай. Осы жіптердің арасынан бәрін жәмендеп отырып, ілмектің арасынан осы жіпті осылай шығарып аламыз. Міне, шығарып алдық. Міне, келесі ілмекке мынаны осылай іліп аламыз да, келесі ілмектердің ішінен осы жіпті осылай асықпай шығарып аламыз. Міне, осылай шығарып алдық. Енді оның басын қиып тастаймыз. Өзімізге керегін аламыз да. Жәймендеп тарта отырып, мына шетін осылай қиямыз. Енді мынаны осыдан суырып шығарып аламыз. Сонда бізде осындай айналып шығады. Осылай бекітеміз ғой. Енді ұшына ине саламыз да, қазір тік жібереміз. Инем саптап алдым. Енді осы дөңгелекті айнала бағана өткіздік қой ілмектерімізден. Соның арасына өткізу арқылы тігіп тастайтын боламын. Осылай. Жағына өткізіп, теріс жағына өткізіп, білдіртпей. Осылай инемен жібімізді бекітеміз да, қиып тастайтын боламыз. Тоқылу өте оңай. Осылай қиып тастай бітірдім. Мына жерлерін бірнеше рет инемен өткізіп, бекітіп жібердім, білдіртпей. Енді мына жүрегіндегі жібінде араларына өткізіп жіберемін. Енді ана парлау керек. Болмаса, өтектің өзінің парлары болады. Сонымен де тегізбей, алыстан парлап алсаңыздар болады. Қазір пармен өтектеп, сосын әшекейлерін салатын боламын. Осыларды салатын боламын. Мен тақиямды бітірдім. Осындай болып, әдемі болып шығады. Өз қалауларыңызша әдемілеп моншақтар салып, болмаса осындай әшекейлер салып істесеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде қайтаратын боламын. Сау болыңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет.